Барлығына сәлем достар. Бүгінгі видеода біз белдемшенің базалық выкрикасын құрастыратын боламыз. Осы база арқылы сіз кез келген фасондағы белдемшені тіге алатын боласыз. Ендеше бастайық. Бізге қажетті құралдар: осындай миллиметр қағаз. Мен видео үшін A4 форматындағы кішірейтілген выкриканы құрастырамын. Сіздер бірден өзіңіздің өлшеміңізде құрастыра берсеңіз болады. Сызғыш, қалам, қарындаш және осындай формула жазғанға ақ қағаз. Ендеше бастайық. Бізге алдымен осындай бұрыш сызып алу керек. Сол жағынан қалдырудың қажеті жоқ ешқандай сантиметр, ал жоғары жағынан кем дегенде 10 сантиметр артық қалдырып, осындай түзу сызық жүргізіңіз. Мынау бізде Т нүктесі. Енді бізге белдемшенің базасын сызу үшін бізге 3 өлшем қажет. Бірінші өлшем ОТ, обхват талии, бел орамы. Менде 72 сантиметр. Екіншісі ОБ, обхват бедер, бөксе орамы. Менде 96 сантиметр. Үшіншісі DI, өзіміздің белдемшеміздің ұзындығы. Белден төмен қарай өлшейміз. Менде 70 сантиметр осы жолы. Енді мен бірінші сызып, содан кейін формуласын осы бетке түсіретін боламын. Бізге Т нүктесінен төмен қарай мына DI-ді сызып аламыз. Менде бұл 70 сантиметр. Д нүктесі белгілеймін. Т төмен қарай, DI тең D. ОБ бөлінген 4, алынған 2 тең Б нүктесі. Яғни 96-ны бөлеміз 4-ке, аламыз 2-ні тең 24-тен 2-ні алсам 22 сантиметрді Т нүктесінен төмен қарай жүргіземін. 22 бұл Б нүктесі. Яғни Т төмен түсіреміз Б-ға. Т-дан 10-ға қарай ОБ бөлінген 2-ні сызамыз. Т-дан 10-ға қарай ОБ бөлінген 2 тең Т1. Б-дан 10-ға қарай ОБ бөлінген 2 Б1. Д-дан 10-ға қарай ОБ бөлінген 2 Д1. Бізде ол 48 сантиметр. Осы Т1-ді төмен қарай түсіре саламыз. Және Б нүктесімен қосамыз. Д нүктесімен қосамыз. Мынау Б1, мынау Д1 нүктесі. Енді Т мен Т1-ді 2-ке бөлеміз. 48-ді 2-ке бөлемін, 24 сантиметр. Оны төмен қарай түсіремін. Т2, Б2, Д2 нүктесі. Т мен Т1-ді бөлемін 2-ге, Т2. Т2-ні төмен қарай Б2, Д2-ға өткіземіз. Енді Т мен Т1-ді 2-ке бөлеміз. 24 2-ке бөлсек, 12 сантиметрді осы нүктеден тек Б нүктесіне ғана дейін сызамыз. Бұл бізде Т3. Және бұл Б3. Т-ні, Т2-ні бөлеміз 2-ге тең Т3. Алдыңғы бой, алды, мынау арты. Яғни алдыңғы бөлікке юбкамызды, мынау арт жағы. Енді біз мына жерде вытычканы құрастырамыз. Ол үшін стандартты түрде төменге 10 немесе 12 сантиметр аламыз. 10 немесе 12 деген тұрақты санның біреуін аламыз. Мен 12-ні алдым. Және солға 10-ға қарай 1,5 сантиметрді сызып, 3 нүктені қосамыз. Мінекей, Т3-тен солға 1,5, 10-ға 1,5, төменге 10 немесе 12 санын алып, вытычканы шығарып алдық. Енді екінші артқы бөліктен де тура вытычка жасаймыз. Ол үшін Т2 мен Т1-ді 2-ке бөлеміз және төмен қарай түсіреміз. Бұл бізде Т4 нүктесі. Бұл жерден төмен қарай 8 немесе 10 тұрақты санын аламыз. 10-ды алдым және солға 10-ға 1,5 сантиметр сызамыз. Т4-тен солға 1,5, 10-ға 1,5, төменге 8 немесе 10 деген тұрақты санды аламыз. Енді біздің мынау денеге жабысып тұратын белдемше болғандықтан, мына бұрыштан да, боковой жақтан да артық сантиметрді алып тастаймыз. Ол үшін Т2-ден солға 10-ға 2 сантиметрді жүргіземіз. Солға 2 сантиметр, 10-ға 2. Осы пайда болған нүктені 1 сантиметр жоғары көтереміз, екі жағынан да. Осы пайда болған нүктелерді мына вытычканың соңымен қосамыз. Мінекей, мынаны мына жаққа. Формула түрінде жазсақ, Т2-ден солға 2 сантиметр, 10-ға 2 сантиметр, жоғары 1 сантиметр, жоғары 1 сантиметр. Мінекей, енді біздің үшінші бұрышымызды табу үшін
B2 нүктесінен жоғарыға 10 сантиметрді сызамыз. Бұл да тұрақты сан 10 сантиметр. B2 нүктесінен жоғарыға 10 сантиметр сызып қосамыз. Мына нүктелердің барлығын қосып шығамыз. Мінекей біздің үшінші бұрышымыз пайда болды. Мінекей біздің алдыңғы бөлік пайда болды және артқы бөлік. Енді осы белдемшеге белдікті құрастырайық. Белдікті мына жерге жазайын. О, Т қосылған 4. Бұл менде 72 қосылған 4, 76 сантиметр. Ұзындығы ені дайын түрінде 4 сантиметр болу үшін біз оны 2-ге көбейтіп қосамыз 2-ні. Тең 10 сантиметр. Себебі, мені қараңыз, мынау бізде белдік 1 сантиметр тігіске, 4 сантиметр дайын түрі, 4 сантиметр қайырлар, 1 сантиметр тігіске. Сонда 10 сантиметр шығады. Енді маркермен қиятын жерлерді сызып көрсетемін. Мінекей қызылмен белгіленген жерлерді қазір қайшымен қиып аламыз. Мінекей біздің өз өлшеміміз бойынша базалық белдемшенің выкрикасы дайын болды. Артқы бой, алдыңғы бой және белдік. Екінші бөлімде біз матаға түсіріп, осы белдемшені тігетін боламыз. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.